Қазақ әдебиеті 5-ші сынып онлайн қашықтан оқыту сабақ тақырыбы Тынымбай Нұрмағанбетов анасын сағынған бала. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Тынымбай Нұрмағанбетовтың анасын сағынған бала атты әңгімесі. Сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Танымал қазақ жазушысы Тынымбай Нұрмағанбетов 1945 жылы қазіргі Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қосүйеңкі ауылында дүниеге келген. Алғашқы әңгімелер жинағы 1971 жылы Қауын иісі деген атпен шықты. Одан кейін Қош бол ата, Қарлығаштың ұясы, Ата қоныс, Айқай кітаптары жарияланған. Тынымбай Нұрмағанбетов Табалдырығыңа табын, Жоғалған көл, Кемпірлер үкімі пьесаларының, Тырналар ұшып барады телефильмі сценарийінің авторы. Анасын сағынған бала әңгімесінде анасын сағынған кішкентай сәбидің қасіреті суреттелген. Мама, мама, сенсің ғой ең дана. Мама, мама деп анасына деген сағынышын жеткізеді. Сәби анасын бір көру үшін өмір сүретіндей. Осылайша жазушы қоғамда орын алған әлеуметтік мәні өткір мәселеге назар аударады. Ал енді балалар шығарма мазмұнымен танысып, төмендегі сұрақтарға жауап береміз. Балалар, сұрақтарға жауап беріп болсаңыздар, ой қозғау сұрақтарына жауап берейік. Адамның бұл дүниедегі ең аяулы адамы кім деп ойлайсыңдар? Ана туралы ақын жазушылардың қандай шығармаларын білесіңдер? Ана сөзімен қандай сын есімдерді тіркестіріп айтуға болады? Дәптерлеріңізге жазып отырыңыздар. Диалог дегеніміз әдеби шығармадағы екі кейіпкердің бір-бірімен сөйлесуі. Шығарманың сюжеті шығармадағы оқиғалар тізбегі. Шығарманың фабуласы шығармадағы оқиғалар мазмұнын баяндау. Келесі тапсырма қоссақина әдісі. Оқушылар қоссақина әдісі бойынша әңгіменің тақырыбы мен идеясын анықтайды, көтерілген мәселені түсінеді. Келесі тапсырма берілген дескриптор бойынша шығарманың сюжеттік композициялық құрылымын жазу. Есмағамбеттің бұл сапары ауылына 4 жылдан кейін оралуы еді. Содан болар, таңертеңгі пойыздан түскен бойдағы қарсы алушы туыстары, достарымен болған ұшырасуының өзі кәдімгідей у-дулы болды. Біреуі құшақтап, біреуі сүйіп, тағы біреуі осы бір алыс қапаста мұңын, шаруасын айтып қалып жатты. Ұзаққа созылған абыр-дабырдан кейінгі жалғыз қалып әртүрлі жеміс ағаштары мен көкөністер өскен аулада әрлі-берлі жүруде ол үшін айтарлықтай бір демалыс еді. Әңгіме осылай басталады. Яғни мен шығарманың басталуын Есмағамбеттің ауылға келуі деп айтар едім. Әрі қарай оқиғаның байланысуын, дамуын, шиеленісуін, шарықтау шегін, шешімін жазады. Бастапқы танысу әдісі бойынша оқушы берілген үзінділерді оқып, мәтіннің не туралы екендігін болжам жасайды. Бағалау. Қалай ойлайсыз? Сержанның ата-әжесінің тәрбиесінде болғаны дұрыс па? Төрт сөйлем әдісі бойынша оқушы өз ойын жеткізеді. Оқыған мәтін бойынша өзіндік пікірін бір сөйлеммен жазады, бір сөйлеммен дәлелдейді, пікірлерін өмірмен байланыстырып, мысал келтіреді. Тақырып бойынша қорытынды шығарады. Төрт сөйлем әдісін орындап болған соң, біліміңді тексер әдісі бойынша берілген тест сұрақтарын шешеміз. Бірінші, мына шығармалардың қайсысы Тынымбай Нұрмағанбетовтікі? А. Жау тылындағы бала. Б. Әкесін сағынған бала. С. Ауғандық құстар. Д. Қыпшақ қызы. Е. Менің атым Қожа. Екінші, анасын сағынған бала шығармасының негізгі тақырыбы. А. Баланың анасын сүюі. Б. Туған жер. С. Табиғат. Д. Әке мен бала. Үшінші, анасын сағынған бала шығармасының жанры. А. Роман. Б. Хикаят. С. Әңгіме. Д. Өлең. Е. Дастан.
Төртінші, шығармадағы оқиғалар тізбегі қалай аталады? А. Фабула, Б. Сюжет, С. Тақырып, Д. Идея, Е. Жанр. Дұрыс жауабын белгілеңіздер. Сабақты бекіту кезеңінде ашық микрофон әдісімен бұл әңгіменің біз үшін маңыздылығы неде деген сұраққа жауап беріңіздер. Кері байланысты SMS хабарлама арқылы бересіздер. Мен үшін бүгін не құнды болды? Себебін анықтап жазыңыздар. Келесі сабақты бұдан да әрі жақсы өткізуге тырысамын. Үйге тапсырма. Бүгінгі күннің отбасы құндылықтары тақырыбында сыни зерттеу жүргізіңіздер. Оның нәтижесін дәптерге орындаңыздар. Құрметті оқушылар, бүгін біз әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын анықтадық. Сабақ аяқталды. Қош сау болыңыздар.